Балалар, біздің Маңғыстау деген, білесіздер ғой, 362 әулиенің жатқан жері киелі мекен болып саналатын, аспан астындағы мұражай болып саналады. Біздің Форт Шевченко осы көне қалалардың бірі болып саналады. Біздің қалалардан көптеген ұлы жібек жолы өткендіктен көптеген бекіністер салынған, керуен жолдары өткен, және де жер асты, жер беті мешіттері көп болған. Сол мешіттердің бірі, қазір мен сізге айта кетем, осы Форт Шевченко қазір біз қаланың орталығында тұрмыз. Орталықта бізде осы жердің орында мешіт болған, Ақ мешіт деп аталған. Ақ мешіт болғанда бұл жердің атын ол кезде ең бірінші мешіт болғандықтан 1909-1911 жылдары болған. Ақ мешіт деп атау себебі ең бірінші ақ тілектерін тілегендіктен, тілеулерін тілегендіктен Ақ мешіт деп атаған қойған. Бұл жерде ишандар болған, сабақ берген балаларға осы жерде ең бірінші біздің мешітіміз басталады, Ақ мешітіміз. Бұл да біздің қаламыздың ортасында орналасқан. Мұстафа Шоқай өзі 1890 жылы Сырдарияда дүниеге келген қоғам қайраткері, біздің осы Алаш ордасын қалыптастыруға көп үлесін қосқан Алаш азаматы болып саналады. Бұл кісі деген ең бірінші осы түркі тілдес тілдердің ең бірігуін бастаған азамат болып саналады. Біздің қазақтардыңға көп үлес. Тәубеде бүгінге жақсатқа мақсатқа жетесің түбінде, баянды бақытың өзіңнің, тіліңде үніңде дініңде тіліңде. Қаныңда қазақ, жаныңда қазақ, ұлтыңның күресі бағышын. Арында қазақ, жалында қазақ, бар әлем танысын. Қаныңда қазақ, жаныңда қазақ, ұлтыңның күресі бағышын. Арында қазақ, жалында қазақ, бар әлем танысын. Ай, жүрегім қазақ сенесің бе? Бірігіп ту үшін, өлім беру үшін, бар қазақ бауырың әр қазақ туысын. Сенде бір тірегі ұлтымның, ұлысың, гүлісің, жарысың, сарысың. Балалар, біз қазір деген қаланың ортасына келіп тұрып, бұл жерде бізде екі тарихи маңызы зор ескерткіш бар. Біреуі саяси қуғын-сүргін мемориалы болса, екіншісі біздің Иса Досан ескерткіші болып есептелінеді. Ең бірінші біз мына жерде саяси қуғын-сүргін мемориалын көріп тұрмыз. Бұл мемориал деген 1996 жылы осы Форт Шевченко қаласының 150 жылдығына салынды. Бұл саяси қуғын-сүргін сол кезде Сталиннің үкімімен шыққанына қазақтарды, бүкіл елдерді қуғын-сүргін деп айтылады. Қуғындаған, жазасы жоқ қазақтарды мына елден қуып, жазасы жоқ адамдарды сол кезде ату жазасына жазған өте қиын кезеңдер болған. Бұл жылдары 1930 жылдан бастап 1933 жыл және 35-тен бастап 1938 жылдар аралығында болған. Осы жылдың аралығында 4 миллионнан астам қазақтар қуғындалған. Соның ішінде 1 миллионы ату жазасына кеткен. Біздің аталарымыз осы біздің қазіргі кездегі мына аспан астында бейбітшілік өмір сүріп жатыр қой. Осының барлығы осы біздің ата-бабаларымыздың арқасында балалар. Және де бұл ескерткіштің айтып кетсек, ең бір дерегін айтып кетсек, осы біздің бүкіл әлем бойынша, Қазақстан бойынша ең бірінші осы мемориалды қуғын-сүргін мемориалы осы бізде Фортта ашылған. Есбол Өмірбаев атамыз айтқандай, біз өзіміздің тарихымыздың, осы қаламыздың тарихымызға мақтануымыз керек. Себебі осындай ең бірінші саяси қуғын-сүргін мемориалы біздің Фортта ашылған. Қаныңда қазақ, жаныңда қазақ, ұлтыңның күресі бағышын. Арында қазақ, жалында қазақ, бар әлем танысын. Қаныңда қазақ,
асқақтап тауым, ән ойнап көгім, күй тартты көлім, қол жетті міне аңсар. Ескерткішінің жоғарғысына мініп шығып тұрмыз. Бұл жерде біздің Форт Шевченко қаламыздың барлық жері көрініп тұр, қарап тұрсаңыздар. Және де біздің фортқа қарасты ауылдар да көрініп тұр, Баутин поселкісі және Аташ поселкісі. Осы жерде ескерткіштің қойылуында себебі бар. Неге десеңіз, Иса Досан ескерткіші деген қойылу себебін айта кетейін. 1870 жылы Ресей патшасына қарсы шығып, біздің Иса Тіленбайұлы және Досан Тәжіұлы екеуі адай көтерілісін бастаған. Бұл көтерілістің себебі Ресей патшалығы адайларға, қазақтарға көп салымдар салған, жерлерін алған. Сондықтан осы көтерілісті бастаған екі батырымыз, осы батыр деген осындай біздің үлкен тарихи қаламыздың жоғарғысына, осы біздің қаламызға қарап тұрғандай, екеуінің өте біздің қалаға, осы біздің Форт Шевченко қаласының алып қалуына көп үлесін қосқан батырларымыз. Осы батырлардың арқасында біз деген қазір осындай әдемі қалада өмір сүріп жатырмыз. Иса Досан екі батыр, бұлар деген осы біздің 400-ден астам қазақтарды жинап, Ресей патшасына қарсы шығып, мына жерде қазір бекініске барамыз. Новопетровск бекінісі деп аталады. Сол бекіністің офицерлеріне, Рокин деген басшысына қарсы шығып, жеңіп, және де көптеген жеңілдіктерді алған. Осы екі батырдың арқасында біздерде салықтарды айтқан, мал жаятын жерлерді берген, көптеген осы жерлерімізді, Форт Шевченко қарасты жерлерді қайтарып алған екі батырымыз. Осы себептен осы жерде жоғарыда таудың ең биігінде екі батырдың ескерткіші қойылды. Бұл ескерткіш 2013 жылы қойылды, биыл 11 жыл болып жатыр ескерткіштің бүгін осы қаламызға орнатылған. Елім жиылсын есін, ұрпақ үшін, ел үшін, ата-мекен жер үшін, берекеңмен бірлігің таси берсін өресін. Ұрпақ үшін, ел үшін, ата-мекен жер үшін, берекеңмен бірлігің таси берсін өресін. Ұрпақ үшін, ел үшін, ата-мекен жер үшін, берекеңмен бірлігің таси берсін қой атың маған, туған ел батыр бабам. Найзағай намыс отың, көзінде лапылдаған, куә боп жатыр далам. Туған ел қазығызданам, сағынғашық мен бір бала ел. Қазір таудың басында Новопетровск бекінісіне келіп тұрып, 1716 жылы Петр Первойдың жарғысымен ең бірінші Беков Черкасский деген осы экспедицияның басшысы осы бекіністің іргетасын көтерген. Және де 1846 жылы осы бекініс көтерілген. Бекініс деген Новопетровск бекінісі, бұл жерде Каспий теңізінің шығыс маңын игеру үшін салынған. Ең бірінші орыстар келген. Бұл жерде бекіністің қабырғаларын, қалдықтарын көріп тұрмыз. Және де бұл бекініс ол кезде тастары осы біздің Маңғыстаудың ұлы тасынан жасалынған. Және де ол кезде
теңіз арқылы бізге көптеген әртүрлі ұлт өкілдері келген. Манақ айтқандай Ұлы Жібек жолы өткендіктен біздерге жаңа керуен жолдары, сауда жолдары көп келгендіктен мына теңіз арқылы да бізбен көп келген. Сондықтан осы теңіз арқылы, Астрахань арқылы осы бекіністің талдарын алып келінген, және де балшығы глина дейді ғой, соны алып келіп осы бекіністі көтерген. Осы бекіністің маңында ол кезде де оң жақта көріп тұрғандай мектептері, олған дүкендерінің қалдықтары көрсетілген, ал сол жақта манағы көргендей біздің мына казармаларының қалдықтары көрсетілген. Және де тағы бір айта кететін бір осы біздің Форт-Шевченко қаласының тарихына өте орнын ізін қалдырып кеткен Украина художнигі, Украинаның суретшісі, қазақшылап айтқанда жазушысы Тарас Григорьевич Шевченко осы ең бірінші теңіз арқылы 1850 жылы осы жерге бекініске әкелінген. Ол осы жерде осы бекіністің флагштабында караульный болып жұмыс атқарған. Тарас Шевченко осы біздің Форт-Шевченконы басқа елдерге, Европаға әйгілі еткен үшін 1939 жылы Форт-Шевченко қаласының атағы берілді. Қазақстаным, саған ғашық мен бір балаң ел. Туған ел, Қазақстан. Манақ айтқандай біздің Маңғыстаудан Ұлы Жібек жолы өткендіктен порттан көптеген сауда жолдары өтті. Осының бірі осы армян шіркеуі, қазір мына Новопетровск бекіністің төменгі жағында орналасқан. Ол кезде теңіз арқылы армяндар көптеген саудамен айналысқан. Осы жерде отырған осы Хиуаның жеңгеніне 10 жылдығына орай 19 ғасырдың 90 жылдарының орта жағында осы армян шіркеуі салынды. Осының бір белгісі осы шіркеу. Шіркеуді осы біздің ұлы тастан жасаған, сыртын әктеп, ақтап қойған. Осы жыл сайын Ақтау қаласында армянның диаспораларының өкілдері келіп, осы шіркеуді қарап, жөндеу жүргізіп, жылда келіп осы жерді қарап тұрады. Балалар, біз қазір деген Орыс қазақ училищесінің қасына келіп тұрып, бұрында бұл көк мектеп деп аталған. Бұл 19 ғасырдың 80 жылдары Новопетровск бекінісінің офицерлеріне салынған үй болып есептелінеді алғашқы. Бұл жер содан соң училище қылып ашылған, орыс және қазақ тілінде сабақ өткізілген. Бірінші сынып болған, ол 1911 жылы, және де 1920 жылы екінші сынып қосылған, бір мен екінші сынып оқытылған осы жерде, және де араға 13 жыл салып, бұл мектеп біздің өлкетанушы Есбол Өмірбаев атамыздың атына берілген. Бұл мектептен ол кезде көптеген біздің атақты адамдарымыз шыққан. Порттан Есбол Өмірбаев сияқты, Хито Бекжанов, Машыл Абдықалықов, осындай біздің зиялы осы қазақтың атақты адамдары шыққан бұл мектептен. Қазіргі таңда бұл мектеп дарын қосымша білім беру орталығы болып ашылды. Содан соң көріп тұрғандай жан-жағы қасына тағы да үлкен ғимараты қосылып, үлкейіп, бұл үлкен дарын білім беру қосымша орны болып ашылды. Балалар, осымен біздің жаяу жорығымыз аяқталды. Біздің бұл деген Форт-Шевченко қаласының тек қана кішкентай ғана бөлігі. Айтып өткеніміз, біздерде Фортта өте көп тарихи орындар бар, қандай керемет табиғатымыз бар. Теңіз Каспий жағалауында тұрғандықтан біздерге көптеген ұлт өкілдері келген, манақ айтқандай сауда жолдары, керуен жолдары өткен, Ұлы Жібек жолы өткен, көптеген ескерткіштер қалған. Мынау біз жаңағы жаяу жорығымыз тек қана азғантай бөлігі. Сіздер сияқты жастарды біздің тарихымызды білуге шақырамыз, және де мынандай басқа қалалардан келген қонақтарды өз көзімен тамашалауға, біздің Форт-Шевченко қаламызға қонақ болуға шақырамыз. Мен бүгін Түпқараған аудандық жастар ресурстарының орталығымен далаға жаяу жорық бағдарламасымен өзімнің туған өлкемнің орталықтарымен танысып, қандай батырлар, қандай адамдар шыққанын білдім. Және осы Түпқараған аудандық ресурстарының арқасында Иса Досан және де басқа да ақын батырлардың тарихтарын білдім. Біздің ауылға келген қонақтарға біз әрқашан осындай тарихымызды білдіруге, және де осындай қонақтарға Форт-Шевченко қаласын танытуға дайынбыз.
Мен бүгінгі жаяу жұрықта көптеген мәлімет алдым. Форт-Шевченко қаласына көптеген ұлт өкілдері келіп, әртүрлі бекіністер салынып, керуен өткен екен. Мен өз өлкеммен мақтанамын.